2025 жыл жұмысшы мамандықтары жылы ретінде елімізде еңбек адамына өндірістегі кәсіби мамандарға ерекше назар аударылуда. Бүгін біз Hyundai Trans Қазақстан кәсіпорнындамыз. Отандық машина жасау саласының алдыңғы қатарлы өкілдерінің бірі. Hyundai Trans Қазақстан зауыты бұл заманауи техника мен озық технология ғана емес, ең алдымен жоғары білікті жұмысшы мамандардың қажырлы еңбегі мен кәсіби шеберлігінің нәтижесі. Әрбір құрастырылған техника, инженердің жобасы, механиктің ептілігі, оператордың дәлдігі мен технологтың жауапкершілігінің жемісі. Жұмысшы мамандықтары ұлттық өндірістің негізі, экономикалық өсімнің тірегі. Бұл салада еңбек етіп жүрген әр қызметкер ел дамуына үлес қосып отырған нағыз кәсіби тұлға. Менің атым Айдарбекова Қызбек, жасым 23-те, Hyundai Trans Қазақстанда маляр полировщик жұмыс жасаймын. Біздің курстар, яғни окраскадан шыққаннан кейін бізге полировка учаскесіне кіреді, яғни бізде әр детальны жылтыратып полировать ету. Мен үшін маңыздылығы халыққа сапалы көлік бару. Мен үшін еңбек адам деген өз ісіне мұқият әрі жауапты адам. Важность автомобилестроения в Казахстане играет очень важную роль в экономической и социальной жизни человека. Автомобили нужны для передвижения человека по своим личным делам. Также играет такую важную роль, как логистика, импорт, экспорт. Мен негізі кішкентай кезімнен көліктерге қызығатынмын. Сондықтан да осы жұмысқа кірдім. Осы жұмыс және де маған қатты ұнайды. Менің түсінігімше кез келген адам өзінің адал еңбегінің арқасында үлкен жетістіктерге жетеді.